Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы, сабақтың тақырыптары. Сен нешедесің? Сурет саламын. Бүгінгі сабақта біз сіздермен өз жасын айтуға үйренеміз және де үш жағымен танысамыз. Ең алдымен сандарға назар аударайық. 1, 2, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Сен нешедесің? Сколько тебе лет? Мен 7-демін. Мне 7. Краткий ответ – мен 7-демін. Ребята, обратите внимание, что после числа 7 добавляется окончание «де» и «м». Посмотрите на левую сторону, сверху числа 1, 2, 7, 8. После этих чисел обязательно, если вы хотите сказать, что вам год, 2, 7, либо 8, то мы добавляем после этих чисел окончание «де» и «м». 1 демін, 2 демін, 7 демін, 8 демін. 3, 4, 5, 3, 4, 5 добавляется «те» и «м». 3 демін, 4 демін, 5 демін. После 6, 9, 10 добавляется «да», «мын». 6 да, «мын». 9 да, «мын». 10 да, «мын». Сен нешедесің? Қайталайық. Сен нешедесің? Мен 7-демін. Мне 7. Если 8, мен 8-демін. Если 9, мен 9-дамын. Если 6, мен 6-дамын. Еске түсірейік. Мен, я, сен, ты, он, либо она. Если мы хотим сказать, что мне 7 лет, мы говорим мен 7-демін. Теперь, ребята, когда мы говорим, что тебе 7, тебе 8, либо тебе 9, мы добавляем за место «мен», уже будет «сын». То есть сен 7-десің, сен 9-дасың, сен 1-десің. И обратите внимание, что в конце слова специфический звук, буква «ң». Сен 7-десің. Если мы говорим, что ему либо ей 7, мы никаких окончаний, кроме «де», не добавляем. Ол 7-де, ол 9-да, ол 6-да, ол 3-де. Давайте попробуем сказать, что мне 8, и тебе 8, ей 8. Мне 8 будет. Мен 8-демін. Тебе 8. Сен 8-десің. Ей 8. Ол 8-де. Жарайсыздар, балалар. Мен сурет саламын. Мен сурет саламын переводится «я рисую». Кімнің суреті? Чей рисунок? Алибектің суреті, рисунок Алибека. Сен сурет саласың, ты будешь рисовать. Ол сурет салады, он будет рисовать. Қайталайық. Кімнің суреті? Алибектің суреті. Сен сурет саласың. Мен
сурет саламын. Ол сурет салады. Обратите внимание, также мы можем говорить я рисую, ты рисуешь, он рисует. В конце добавляем мын, сын, ды. Мен сурет саламын. Сен сурет саласың. Ол сурет салады. Если мы хотим сказать, чей это рисунок, либо кто изображен на рисунке, мы добавляем к слову нон, нен, тын, дын, тын, тын. Допустим, бұл атамның суреті. Это картина либо фото дедушки. Ата – дедушка, атам – мой дедушка и атамның дедушки, моего дедушки. Бұл атамның суреті. Давайте попробуем сказать бабушкин. Бабушки. Әжемнің. Папы. Әкемнің. Мамы. Анамның. Бұл атамның суреті. Давайте скажем, что это картина бабушки. Бұл әжемнің суреті. Картина папы. Бұл әкемнің суреті. Картина мамы. Бұл анамның суреті. Енді сіздерге тапсырма оқулықтағы 13-ші бет. Бірінші тапсырма мәтінді оқы. Страница 13, первое упражнение. Необходимо прочитать текст. В тексте новое слово қағаз. Қағаз переводится как бумага. Бұл қағаз. Қағаз ақ. Менің қарындаштарым бар. Мен әжемнің суретін саламын. Сен әкеңнің суретін саласың. Ол атасының суретін салады. Затем выполняем задание номер 3 на странице 13. Необходимо дополнить предложение. Мен сурет саламын. Сен сурет саласың. Ол сурет салады. Осымен сабақ аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.